сәлеметсіздер ме болашақ үшті суретшілер. Blender курсымыздың 4-ші сабағына қош келдіңіздер. Өткен сабақта біз өте маңызды тақырыпты талқыладық. Object Mode және Edit Mode режимдері естеріңізде болса, Object Mode объектіні тұтастай басқаруға, ал Edit Mode оның ішкі геометриясын, яғни төбелерін, қырларын және жақтарын өңдеуге арналған еді. Бүгін біз модельдеуді бастауға негіз болатын құрылыс блоктарымен танысамыз. Бұл mesh объектілері немесе қарапайым тілмен айтқанда примитивтер. Бұлар Blender бізге ұсынатын дайын геометриялық фигуралар. Кез келген күрделі модель, мейлі ол ғимарат, көлік, немесе кейіпкер болсын, көбінесе осындай қарапайым примитивтерден басталып, сосын Edit Mode режимінде өңделеді. Сонымен бүгін біз осы негізгі фигураларды қарастырамыз. Негізгі mesh примитивтері сахнаға жаңа mesh объектісін қосу үшін біз өткен сабақтарда үйренген Shift және A пернелер тіркесімен қолданамыз. Осы тіркесімді басқанда пайда болатын add қосу мәзірінен mesh бөлімін таңдаймыз. Міне осы mesh бөлімінде біздің негізгі примитивтеріміз орналасқан ең жиі қолданылатындармен танысайық. Бірінші, plane жазықтық. Бұл ең қарапайым екі өлшемді жалпақ төртбұрышты бет. Көбінесе жерді қабырғаны немесе басқа жазық беттерді жасау үшін бастапқы нүкте ретінде қолданылады. Екінші, куб. Бұл стандартты алты жақты фигура өте жиі қолданылады, себебі одан көптеген заттарды, мысалы үйді, жәшікті, роботтың денесін модельдеуді бастауға болады. Үшінші, circles, шеңбер. Бұл қызық примитив, оның жақтары face жоқ, тек белгілі бір санмен орналасқан төбелер мен оларды қосатын қырлардан тұрады. Дөңгелек формалар жасауға негіз болады. Төртінші, UV сфера. Бұл біз білетін кәдімгі шар. Ол меридиандар мен параллельдерге ұқсас орналасқан төртбұрышты полигондардан құралған. Бесінші, икосфера. Бұл да шар, бірақ оның беті төртбұрышты емес, тек үшбұрышты полигондардан тұрады. Оның құрылымы басқаша, кейде UV сфераға қарағанда ыңғайлырақ болады. Алтыншы, цилиндр. Бүйір беті және екі дөңгелек негізі бар фигура. Құбырларды, бағандарды, бөтелкелерді модельдеуге жиі қолданылады. Жетінші, конус. Бір дөңгелек негізі және бір төбесі бар фигура. Шатырлардың, ағаштардың немесе басқа да конус тәрізді заттардың негізі бола алады. Торус, тор. Бұл пончик немесе құтқару шеңбері тәрізді фигура. Дөңгелек пішінді сақиналар жасауға ыңғайлы. Бұлардан басқа да примитивтер бар. Grid, monkey, бірақ біз әзірге осы негізлеріне тоқталамыз. Қосу кезіндегі параметрлер. Примитивтерді жай ғана қосып қоймай, оларды қосқан кезде кейбір бастапқы параметрлерін реттеуге болады. Бұл өте маңызды мүмкіндік. Мысалы, сахнаға цилиндр қосайық, оны қосқаннан кейін бірден басқа ешқандай әрекет жасамай тұрып, үшті көріністің төменгі сол жақ бұрышына қараңыз. Міне осында шағын панель пайда болды. Бұл оператор панелі деп аталады. Егер ол көрінбесе, пернетақтадағы F9 пернесін басып, қылы шығаруға болады. Осы панельді ашайық. Кішкентай үшбұрышты басып, көріп тұрғаныңыздай, мұнда біз жаңадан
қосылған цилиндрдің параметрлерін өзгерте аламыз. Вертекс төбелер бұл цилиндрдің бүйір бетін құрайтын тік қырлардың және негіздегі төбелердің санын анықтайды. Неғұрлым көп болса, цилиндр соғұрлым тегіс болады. Мысалы, мұны 12-ге өзгертіп көрейік. Радиус цилиндр негізінің радиусын өзгереді. Деп тереңдік цилиндрдің биіктігін өзгертеді. Параметрлерді өзгертіп, цилиндрдің қалай өзгеретінін көрсетеді. Енді басқа мысал көрейік. Цилиндрді өшіріп, орнына UV сфера қосайық. Сфера үшінде оператор панель пайда болды. Мұнда негізгі параметрлер сегменттер, шардың вертикальды бөліктерінің саны, рингс, сақиналар, шардың горизонтальды бөліктерінің саны. Бұл екі параметрлерде шардың полигон санына, яғни тегістігіне әсер етеді. Мысалы, сегментсті 16-ға, рингсті 8-ге қойып көрейік. Радиус, шардың радиусы. Өте маңызды ескерту. Бұл оператор панель тек примитивті қосқаннан кейін бірден ғана қолжетімді болады. Егер сіз объектіні қосқаннан кейін оны жылжытсаңыз, айналдырсаңыз, немесе басқа кез келген әрекет жасасаңыз, бұл панель жоғалып кетеді және оны қайта шақыру мүмкін болмайды. Сондықтан примитивті қосқан бойда оның бастапқы параметрлерін реттеу қажет болса, бірден осы панельді пайдаланыңыз. Меш құрылымы. Полигон деген не? Біз меш объектілері туралы айтып жатырмыз. Жалпы меш деген не? Бұл төбелерден, қырлардан және жақтардан құралған үшті объектінің беті, ал жақтарды көбінесе полигондар деп айтады. Полигон бұл объектінің бетін құрайтын ең кішкентай жазық фигура. Ол әдетте 3 немесе 4 төбеден және сәйкесінше 3 немесе 4 қырдан тұрады. 3 төбелі полигонды три, ал 4 төбелі полигонды квад деп атайды. Блендерде көбінесе квадтармен жұмыс істеуге тырысады, себебі олар кейбір операциялар үшін ыңғайлырақ. Мысалы, біздің стандартты кубымыз 6 квад полигоннан тұрады. Міне, осы полигондарды edit модта өңдеу арқылы біз күрделі пішіндер жасаймыз. Қорытынды және тәжірибелік жұмыс. Сонымен, бүгінгі сабақта біз модельдеуді бастауға арналған негізгі меш примитивтермен таныстық. Примитивті қосқаннан кейін бірден пайда болатын оператор панель F9 арқылы оның бастапқы параметрлерін, мысалы төбелер саны, радиусын қалай өзгертуге болатынын үйрендік. Бұл панельдің тек бір рет қана қолжетімді екенін естен шығармау керек. Полигон деген не екенін және оның меш объектілерінің негізгі құрылыс материалы екенін білдік. Бұл примитивтер сіздің үшті модельдеуге алғашқы құралдарыңыз. Сіздерге арналған 4-ші тәжірибелік жұмыс. Бірінші, блендерде жаңа файл ашыңыз. Екінші, сахнаға plane қосыңыз. Бұл біздің еденіміз болады. Үшінші, енді осы жазықтықтың үстіне келесі объектілерді қосыңыз. Цилиндр қосқаннан кейін бірден оператор панельді F9 ашып, вертекс параметрін 12-ге өзгертіңіз. UV сфера қосқаннан кейін бірден оператор панельді ашып, сегмент параметрін 16-ға, рингс параметрін 8-ге өзгертіңіз. Конус, оны стандартты параметрлермен қоса салыңыз.
Бесінші, Object Mode'да тұрып, G пернесін пайдаланып, цилиндрді, сфераны және конусты жазықтың үстіне әртүрлі орындарға жылжытып, қарапайым композиция жасаңыз. Бесінші, файлды Lessons 4 Practice Blend деген атпен сақтаңыз. Бұл тапсырма сізге әртүрлі примитивтерді қосуды және олардың бастапқы параметрлерін реттеуді үйретеді. Келесі сабақта біз модельдеуге ең маңызды және жиі қолданылатын құралдардың бірі экструдтау құралын қарастыратын боламыз. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.